Қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді, қолжетімді заттардан дайындалатын мясной пирогтың заттарын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап кетіңіздер. Қамырына алдымен сұйық май, су, жылы су, тұз барлығын саламыз, жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен қамыр илейміз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Електен өткізілген және разрыхитель қосуды ұмытпаңыздар. Осындай жұмсақ қамыр болады. Және тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып алсаңыздар, өте жақсы болады. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Салафанға салып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Начинкасына фарш және асқабақ барлығын 4-5 жылап турап аламыз, ұсақтап. Барлығын осылай ұсақтап алғаннан кейін пиязымызды және картошкамызды да ұсақтап аламыз. Кәдімгі етті да турап салсаңыздар болады. Олда да өте дәмді болып шығады. Бірақ қатты ұсақтап тураңыздар. Осымен начинкамыз дайын. Тұзымызды, бұрышымызды және зира салдым. Салмасаңыздар да болады. Өте дәмді шықты. Зира салсаңыздар күшті болып шығады екен. Тұзымызды салып, барлығын араластырып, қолдың көмегімен езгілеп аламыз. Осылай қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі астына, біреуі үстіне жауға. Жұқалап жайып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Күнделікті жаңа рецепттер салып отыратын боламын. Мен осындай формаға жасадым. Сіздер қалаған формаңыздарда жасай берсеңіздер болады. Қамыры енді айта алмаймын, өте күшті, маған қатты ұнады. Қамыры қарапайым заттардан жасалғанымен өте самсадан да өте дәмді болып шықты. Самсаның тестасынан да жасап көруге кеңес беремін. Осылай өте дәмді, үйдегі адамдарыңызды қуантып жасап берсеңіздер болады. Осылай барлық фаршын нығыздап аламыз. Осылай үстіне қамырымызды салып, осылай шет-шеттерін біріктіріп шығамыз. Барлығын біріктіріп болғаннан кейін ортасын тесіп аламыз. Іші де жақсылап пісу үшін. Осымен мясной пирогымыз дайын. Бетіне жұмыртқаның сары мен ағын араластырып жағып шығамыз. 1 сағатта пісіріп аламыз 180 градуста. Осымен астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ас болсын.
сіздермен маған Гүлдана.